Бала кезімізде суық тиіп ауыра қалсақ, әжем дереу ермен деген шөптен дәрі жасап беретін. Оны шампанның бөтелкесіне дайындайтын. Дәрі ащы болмасын деп, ішіне бірнеше дана мейіз салушы еді. Осы дәріні ішкен соң аурудан тез айығып кететін едік. Бүгінде ондай дәрі жасайтын адам жоқтың қасы. Қазіргілер ауыра қалса, дереу дәрі-дәрмекке жүгінетін болған. Ал дәрі ауруды тез қайтарғанымен ағзаға зиян келтірмей қоймайды. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақта ерменді жерде ер өлмейді деген мақал бар. Ол текке айтылмаған. Себебі ерменнің емдік қасиеті жетерлік. Қазақта оны 41 ауруға емдеген түсінік қалыптасқан. Ерменнің миқан тамырлары тарылғанда, құлақ шуылдағанда, бас ауырғанда және көз қарауытқанда тигізер пайдасы өте көп. Оның бүйрек, бауыр, асқазан және тікшек жараларының барлық түрлеріне, қаназдыққа және қант диабетіне тигізер шипасы мол. Осылардан жазылу үшін ерменнің дәнін кептіріп ұнтақтайды. Сосын бір қасығын 100 грамм балға араластырып асқазан, ішек және тікшектен қан кеткенде қолдану керек. Бұл дәріні күн сайын шай қасықпен 3 рет қабылдаса, қан кету тыйылады. Іштегі жара тез жазылады. Ерменнің жапырағы да ем. Оның ұнтағынан 1 шай қасық алып, 3 литр қайнаған суға шай сияқты демдейді. 8 сағаттан соң сүзіп, үстіне 200 грамм сірке суын араластыру керек. Бұл дәріні асқазан және ішек жолдары, геморрой, тоқ ішектегі полит, қылтамақ сияқты ауруларға, сонымен қатар жатырдан қан кеткенде, бауыр мен көк бауыр ауырғанда да қолдануға болады. Ондайда күніне 3 рет тамақтың алдында 30 граммнан ішу керек. Бір айдан соң 20 күн демалып, емді қайтадан бастаған жөн. Ерменнің тамырын ұнтақтап, оның 100 граммын 3 литр суға жарты сағат қайнатып тұндырады. Бұдан кейін үстіне 200 грамм сірке суын қосып, шайқап араластырады. Бұл дәріні қуыққа суық тигенде, қуық түйіліп ауырғанда, бүйрек пен жатыр төмен түскенде, үлкендердің кіші дәреті тоқтамағанда және еркек безі қабынғанда пайдалануға болады. Сондай-ақ онымен әйелдер бедеулігінде емдеуге болады. Ол үшін күн сайын 2 рет 30 граммнан ішеді. Ал жатыр мойны жарасын жазу үшін таңертең және кешке онымен жуынып шайыну керек. Жусанның емдік қасиеті ерекше. Жусанның 2 түрі болады: кермек жусан және боз жусан. Кермек жусанның қайнатпасы сәл қышқылдау болады. Оны гүлдемей тұрып жинап, көлеңке жерде кептіріп алу керек. Ол өкпе және өңеш, сондай-ақ асқазанның қатерлі ісігіне ем. Жусанды дәріханадан да алуға болады. Бірінші күні 25 мг жусанды 200 мл суға қайнатып, бір мезгіл ішкен дұрыс. Екінші күні 50 мг жусанды қайнатып 2 мезгіл ішу керек. Осылай күнара мөлшерін көбейтіп, 300 мг дейін таңертең 100, түсте 100, кешке 100 мг ішкен дұрыс. Мөлшерін одан асыруға болмайды. Таңертең тұнбаны ішерден бұрын жұмыртқаға бал араластырып ішіп жіберсе, әсері жақсы болады. Боз жусанды гүлдемей тұрып жинап, кептіріп ұнтақтайды. Содан ұнтақты жарты шай қасықпен күніне 5-6 рет астан кейін ішу керек. Осылайша бір аптадан кейін күніне 3 ретке дейін азайтуға болады. Болмаса боз жусанды гүлдемей тұрып жинап, оны сығып сөлін жинайды. Сұйықтықты мүмкіндік болса, бал қосып күніне 3 рет ас алдында ішу керек. Бірақ бұл емді қолданар алдында науқас кісілер дәрігер кеңесіне жүгінуі тиіс. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.